Қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге бота. Біз бүгін сіздермен өте нәзік әрі дәмді болып шығатын творожный печеньеларды жасауды үйренеміз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға 250 грамм творогымызды салып аламыз. Оның үстінен жұмыртқаның 3 сарысы және де 1 ағын қосамыз. 100 грамм қантымызды салып, жақсылап араластырып, масса жасап аламыз. Мінекей осындай творожный массамыз дайын болды. Енді бөлек ыдысымызға 250 грамм ұнымызды саламыз. Оның үстінен 100 грамм сары майымызды салып, қолымызбенен жақсылап осы видеодағыдай етіп, уатып аламыз. Мінекей сары майымыз бен ұнымызды араластырғанда бізде осындай болып шығады. Енді оның үстіне 1 ас қасықта разрыхлитель яғни қопсытқыш саламыз. Оны да араластырамыз, жақсылап араласу керек. Қопсытқышымызды жақсылап араластырып болғаннан кейін, оның үстінен жаңағы массамызды салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Мінекей осындай жұмсақ қамыр дайын болды. Оны зуалыларға бөліп, морозильникке салып қоямыз. Қамырымызды тоңазытқышта жарты сағат тұрып демалғанға дейін ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 150 грамм грек жаңғағы керек болады. Жаңғағымызды осылай майда етіп видеодағыдай турап, немесе блендер болса блендермен ұсақтап алсаңыздар болады. Қамырымызды жыртып кетпейтіндей майда болса болғаны немен ұсақтасаңыз да болады. Енді 1 пиала джем вареньясын аламыз дағыны, оған 1 ас қасықта картофельный крахмал немесе кукурузный крахмал салып, жақсылап араластырып аламыз. Біз салмасы ретінде джем вареньясын және де грецкий жаңғақты пайдаланатын боламыз. Жарты сағат бойы холодильникте демалған қамырымызды алып, жайып бастаймыз. Қалыңдығы қатты жұқа болуына да және де қатты қалың болып кетуіне де болмайды. Өздеріңізге ыңғайлы, орағанға ыңғайлы етіп жайып аласыздар дағыны. Оның үстінен вареньяны және де жаңғақты сеуіп, орап аласыздар. Қалай жасалуы осы видеода анық көрсетіліп тұр. Қамырымызды орап болғаннан кейін рулетімізді тағы да жарты сағатқа морозильникке салып қоямыз. Мінекей қамырымыз морозильникте біраз қатты. Енді осы видеодағыдай етіп, қатты ірі қылмай, осындай 2 немесе 3 сантиметр өлшемде осылай кесіп табамызға жайғастырып шығамыз. Мінекей осылай салып алдық. Енді оның үстінен жұмыртқаның сарысын жағып, 160 градустық печкада жарты сағат бойы пісіріп аламыз. Мінекей иісі де, өзі де, дәмі де керемет болып шығатын творожный печеньеларымыз дайын болды. Оның үстін әрлеу үшін мен сахарный пудраны пайдаландым. Оны сеппеуге де болады, егер ұнатпасаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Балапандарыңызға да үйдің барлық мүшелеріне ұнайды деген үміттемін. Егер видео ұнаған болса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің видеоларымды өз туыстарыңызбен және достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.